Ұлы дала жорығы ат марафоны шын мықтылар топ жарды. Бұл жарыс қазақы тұқымдардың мәртебесін көтеріп, ұлттық қолтумаларды дамытуға серпін береді дейді мамандар. Ұлы дала жорығының жай-жапсарын Жорық ат спорты федерациясының президенті Бақытжан Тұрлыбековпен талқылаймыз. Бақытжан мырза, армысыз, студиямызға қош келдіңіз. Кеше жарыс аяқталды. Енді биылғы Ұлы дала жорығына тоқталып өтсеңіз, жалпы марафон қалай өтті? Марафон 18 команда 18 аймақтан қатысқан болатын. Соның 10-ы келді. 10 команда мәре сызығын кесіп өтті. Әр командада бастағанда 5 аттан болса, соңында 3 ат, 4 атпен. Бізде команда болып қалу үшін кемі 3 ат керек. Сол 3 атпен кесіп өткендердің командалар 10-нан асады қазір. Сонда олар жарыс жолынан шыдамай шығып қалды ма, әлде қалай? Не үшін 10 команда қалды? Бізде шетелден вет дәрігерлер шақырғанбыз, төрешілер шақырғанбыз. Вет дәрігерлердің шешімімен аттардың пульс тексеріледі, бұлардың бойындағы су тексеріледі. Осылардың бәрі сәйкес келмесе, ойыннан шығарылады аттар. Негізінде дайындықсыз келген аттар жолдан. Яғни зорықтырмайсыздар? Біз зорықтырмаймыз. Себебі аттың денсаулығы ол маңызды. Сондықтан біз шетелден тәжірибелі халықаралық деңгейдегі мамандарды шақырдық. Кеше өзіңізбен байланысқа шығып едік, сонда өзіңіз айттыңыз, осы жылы аттың жасы 6 жастан аспау керек деген бір жаңа талап қойылыпты. Негізі 6 жастан жоғары болу керек талап бойынша. 6 жастан жоғары болу керек талап бойынша, е? Негізі ат бұл 6 жасқа дейін, 7 жасқа дейін аттар, олар бұлшық ет шабады дейді, ет шабады. Ал оннан үлкен аттар, олар сүйек шабады дейді. Мына ұзақ жолға сүйек шабады негізінде. Нағыз қазанаттар шабады. Бақытжан мырза, жалпы осы Ұлы дала жорығының бір жаңалығы болғаны, ол 1000 шақырымға салт атпен жүріп өту. Шынын айтқан кезде бұл теңдессіз жоба. Әрине бір жағынан да уайымдайсың, аттейіз қалай болады, шабандоз қалай болады дегендей. Бірақ бір қызығы 1300 шақырымдарды бағындырған сіздер енді биыл 500 шақырымға қысқартып тастапсыздар. Оның себебі не, соның жай-жапсарын айтсаңыз? Себебі біз ертең көшпенділер ойындарында қыркүйек айында, 3 мен 7 қыркүйек айында халықаралық Ұлы дала жорығы марафон бәйгесін өткізбекшіміз. Ол жерге бізге қазір 10-нан аса шетелдік жылқы тұқымдары қатысамыз деп отыр. Одан да өсуі мүмкін. Біздің қазақстандық жылқы тұқымдар бар, өздеріңіз білесіздер. Кеше мәселен рекорд деп біз 4 жылқы тұқымын қостық. Оның Маңғыстаулық Адай жылқысы, Қостанай жылқысы бар. Сосын мынау шығыста Найман жылқы тұқымы деген болған. Содан бір Найман жылқысын қостық. Сосын мынау Жетісудың Арғымақ деген бұрын жылқы зауыт болған ол жерде. Ол жерде арнайы жылқы тұқымы болған. Өздеріңіз білесіздер, мынау кең байтақ даламызды кезінде қорғап, сақтап қалу үшін көптеген жылқы тұқымдары болған. Мәселен, әр рудың десе болады кезінде. Біз енді әрине бұл жерде Найман, Адай деп руға бөліп жатқанымыз жоқ. Бұл жерде мәселен Луговойтка, Созақтың жылқы тұқымдары бар. Көшім жылқы тұқымы бар. Оның бәрі қазаққа ортақ. Бірақ осылай аталып кеткен кезінде. Бұл сосы халықаралық жобаға осы дайындық 500 шақырымға. Өйткені біздің қазақтың аттары шапқандай, бізде будан аттар ғой көбіне, бізде таза қанды аттар шаппайды. Кеше мәселен Қарағандыға тек жабылар келді, жабаттар келді. Ал мәселен шетелден келген бізде жылда қанша импорт аттар келеді ғой, бәйгенің бәрі негізі қолтумалар бізде өте сирек алады. Шетелден келген аттар үлкен бәйгелерді алып кетеді. Ал бұл Ұлы дала жорығы, бұл қатысатындар осы қазақстандық жылқы тұқымдары. 500 шақырымды біз оңай еңсереміз. Соның дәлелі кеше мәселен 90 аттан 40-тың үстіне ат келу деген, ол өте үлкен нәтиже. Ойлаңыздаршы, 500 шақырымға. Ол аттар жолда әлсіз болуы мүмкін, оның бәрін емдейді өздері. Біз сондықтан Ұлы дала жорығын ең мықты жылқы тұқымын анықтайтын далалық лаборатория деп атаймыз. Ал 500 шақырымға шабатын халықаралыққа қатысатындар ондай біз сияқты 1200-1300 еңсере алмауы мүмкін біздің аттар сияқты. Сондықтан біз төмен түсірдік, 500 қылдық. Бұл биыл ғана 500 халықаралыққа орай. Енді қыркүйекте көшпенділер ойыны өтеді. Ұлы дала жорығында 15 команда қатысты. Оны мәреге жетті. Енді соның қаншасы осы көшпенділер ойынына қатысады?
Біз регламент бойынша 3 команда, бірінші, екінші, үшінші орын алған команда қатысады деп жарияладық. Кешегі үлкен бәйгедегі аламандағы таластың бәрі сол 3 жолдамаға болып тұр. Біз енді жылқы тұқымдарына қарай тағыда мүмкін бізде ұсыныс түсіп жатыр қазір. Арнайы Тамидис деген қыздар командасын қоссақ па деп. Ол енді олар қыздар биылғы шыққандай Қостанай жылқысымен шықса деп жатырмыз. Оны ұсынып жатқан осы атбегілердің өздері ұсынып жатыр. Бақытжан мырза, менде мынандай сұрақ болып тұр. Жаңа әріптесім айтып өткендей, әрине сіздің де жауабыңызды аңғарғанымыз, ертең ұлы дала көшпелілер ойындарында біз бұл жолы Маңғыстау жылқысы, Қостанай жылқысы деп емес, тұтас қазақтың туын көтеретін осы үштікке жанкүйер боламыз ғой. Енді бір сұрақ бар. Осы төл тума, қол тума дедіңіз ғой. Осы ұлы дала жорығында ағылшын қан аралас, араб қан аралас жылқыларды бәйгеге қосуға бола ма осы жорыққа? Әлде міндетті түрде өзіміздің жергілікті жабы жылқылар болуы тиіс пе? Жоқ, бізде жабы жылқы деген түсінік жоқ бұл жерде. Кеше тек неге мен жаңа асын сызып айттым, Қарағанды облысы деп. Тек Қарағанды жылқысыға командасы ғана жабы жылқысымен шықты. Қалғанның бәріне ағылшын аралас, араб аралас, текен дейді, ақыл текен аралас. Енді шын мәнінде кешегі біздің енді күзде болатын ұлы дала жорығы халықаралық. Бұл қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Ботай қонысынан бастап алады. Астанаға 500 шақырым. Неге Ботай қонысынан? Ботай бұл жерде 5000 жылдан бұрын, астан бұрын жылқы қолға үйретілген дейді. Оны біз дәлелдеген жоқпыз. Біздің Европаны, Американ ғалымдары дәлелдеді. Сондықтан біз Ботайдан бастап алып отқан себебіміз символикалық үлкен мәні бар. Өйткені бүкіл атта жылқылар. Біз бөліп отырған қазір ағылшын бар, араб бар, оның бәрі осы жерден шыққан деген сөз. Біз соның отанымыз негізі. Олар бізге келіп шабатын болса, ол баяғы бабаларының отанына келіп шабып жатыр деген сөз. Енді қыркүйекте өтетін көшпенділер ойыны бар. Одан кейін елімізде түрлі жарыстар өтіп тұрады. Ал дәл осы ұлы дала жорығының ұйымдастырудағы мақсаты не? Оның ұрпақ үшін қандай тәрбие, тәлім маңызы бар? Мәселен, тарихи әділетсіздік деген нәрсе болды ғой бізде заманда. Біздің қарагөз халқымыз ғана емес, одан біз осынша 9-шы орынға шығарып, осы территорияны сақтап қорғап қалған аттарымыз болды ғой. Соған мен жаяу жүріп мына территорияны қорғаған жоқпыз ғой біз. Енді Атыраудан Алтайға дейінгі араны. Сондықтан осы біздің жылқы тұқымдарына үлкен тарихи әділетсіздік болды кезінде. Оны енді айтып егжей-тегжей жатудың керегі жоқ. Ғылыми дәлелдер бар, ол жерде тарихи фактілер бар. Біз ұлы дала жорығының негізгі миссиясы осы қазақ қазанаттарын қайта тірілту, қайта шығару. Сөйтіп, бұл қазақы қазанаттарға екінші тыныс ашу, тыныс беру. Сөйтіп, біздің қазіргі айтып жатыр ғой, мемлекет басшысы, әділетті Қазақстан концепциясы деп. Сол әділетті Қазақстан концепциясының аясында осы тарихи әділеттікті орнату. Негізгі миссияларының бірі осы. Толтыру, есені қайтару дегендей. Жоғалғанымызды табу, барымызды бүтіндеу десе болады. Енді осы ұлы дала жорығы ойынын халықаралық деңгейде өткізу ойларыңызда бар ма? Жоспарда бар ма жалпы? Күзде халықаралық деңгейде өткізгелі отырмыз ғой. Содан кейін әрі қарай жалғастыру. Әрине бар. Өйткені ұлы дала жорығы жобасы бұл жылқы тұқымының арасындағы ең мықты жылқы, жаңа айтып өттім ғой. Әлемдегі, бұл Қазақстанда ғана емес, әлемдегі ең жылқы тұқымын анықтайтын далалық лаборатория болу керек. Қазірдің өзінде шетелден ұсыныстар түсіп жатыр. Мәселен, жақында Франциядан хабарласып, осы келесі жыл бірге ұйымдастырайық деп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Франция, Тур де Франс, Париж, Дакар дегеннің бәрі бұл кісілер ұзақ осындай вело жарысқа, авто жарыстардың бәріне осы Франциядан шығады. Осын бірге ұйымдастырайық дейді. Әріптесім жаңа ұрпақ үшін қандай тәлім, тәрбиесі, мән маңызы бар деп жақсы сауал қойды. Енді менде мынандай сұрақ болып тұр. Маңғыстау жылқысы Көкбұйнақ деп жатырмыз, Қостанай Арғымақ деп жатырмыз, Найман жылқысы деп жатырмыз. Енді осының барлығы бір креативті индустрияда көрініс табу керек қой. Мультфильмде, кинода, әнде, әуенде. Енді әрине біз бұқаралық ақпарат құралдары жан-жақтан насихаттап жатырмыз. Жетер жеріне жетіп жатыр, бірақ біздің балаларымыз, біздің ұл қызымыз комикстан, балалардың контентіне арнайтындай бір, немесе көрерменге медиада, киноиндустрияда керемет бір шыны керек, бір керемет оқиғаларды үйлестіріп алып кетіп жасауға бұл ойда бар ма алдағы уақыттар? Біз 23 жыл өткен 1000 шақырымда Black and White деген компаниямен жалдап келісіп бірге фильм түсірдік, документальный директ фильм түсірдік. Оны біз керуенде осы 16-сына күні көрсеттік. Жақында ғана көрсеттік. Халықтың ерекше ықыласына бөленді.
біз өз тарапымыздан сіз айтып отырған жаңа рухани болашаққа балдарға деген балдардың несіне жұмыс жасап жатырмыз, бастап кеттік жұмысты. Енді біртіндеп әр нәрсе көш жүре түзеледі дейді. Енді біртіндеп жұмыстар жасалып жатыр. Мәселен, қазір кеше парламентте, мәжілістен сенатқа құжат кетті. Ол осы біздің ұлттық бренд аталып келе жатқан жылқы тұқымдарын дамытуға субсидия бөлу туралы. Бұл деген мемлекет тарапынан үлкен қолдау деп ойлаймын. Бұл бағытта жұмыс жасалып бастады. Жарысқа келетін болсақ, жыл сайын сіздер бір жаңалық енгізеді екенсіздер, ережесіне қатысты да бір жаңа талаптар қояды екенсіздер. Ал жалпы допинг жағдайы қалай? Аттарды бізде допингке кім тексереді? Бір орталық бар ма, әлде қалай? Бізде жалпы Қазақстанда допинг тексереді, мен орталық естімеппін. Бірақ ұзақ жолда допинг болмайды атты. Ұзақ жол ғой бұл. Бүгін салсаң, ертеңді шабатын күнің бар ғой. Допингтің өзі іштегі, жүректегі күшті потенциалын жағу ғой. Біздің аттар жарамай қалады ғой. Допинг деп қалды. Енді бұл жерде екінші сұрақ шығады. Жаңа сөзіңізде аңғарғанымыз, сөздің басыңызда ветеринарларды біз тәуелсіз сарапшыларды сырттан шақырдық дедіңіз. Жалпы осы жерде бір сауал бар. Олар шынымен тәуелсіз бе? Мәселен, әрине бұл жерде бәсеке болады. Тек қана жылқылар емес, намыста жорыққа шығады ғой. Елімізде жоқ па сонда мамандар? Жоқ, мамандар бар. Бұны біз неге шетелден, Ресейден, Беларусиядан шақырып отырмыз? Себебі ол біздің ұсыныс емес. Біз негізі конный спортқа кейін келген адамыз. Бұрыннан келе жатқан адамдар бар ғой бізде, бәйгемен айналысатын, көкпармен айналысатын, солардың ұсынысы. Бармақ басты көз қысты болмас үшін. Иә, осындай болмас үшін бұл біз тағы да еркек адам болмасын деп өтініш айтты бізге, әйел адам болсын деп. Себебі әйел адам ғой енді. Иә, ол қысым жасалмайды ғой. Иә, ол жақтарында ескердік. Бұл жерде өте тонкий мәселелер бар. Оның бәрін ескеріп отырмыз. Үлкен шаруа атқардыңыздар. Бүгін енді студиямызға келіп, бізге, көрерменге ақпаратпен бөлісіп, студияға қонақ болып келгеніңізге рахмет. Сіздерге де үлкен рахмет. Бастан аяқ қолдадыңыздар, тікелей эфир бердіңіздер. Алда енді сәттілік тілейміз. Рахмет көмістер. Жұмыстарыңыз алға бассын. Бізде студияда тікелей байланыс қонақта болған Жорық ат спорты федерациясының президенті Бақытжан Тұрлыбеков болды.